Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бірге дәмі ерекше сметаник дайындаймыз. Менің каналымдағы пайдалы рецептерді жіберіп алмас үшін тіркелу батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Бізге керек заттар: жұмыртқа, шекер, маргарин, қопсытқыш, ұн, қаймақ, кукурузный крахмал керек болады. Ең алдымен табаға ұнды салып, майды ұнға ауната отырып теркадан өткіземіз. Қолымызбен майдалап ұсақтаймыз. Ұсақталған ұнның үстіне қопсытқыш, бір жұмыртқа, шекерді салып, қамыр илейміз. Иленген қамырды пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Ыдысқа 20% қаймақты салып, үстінен шекер, кукурузный крахмалды, жұмыртқаларды жарып салып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Дайын қамырды ыдысқа бір келкі етіп жайып, үстінен дайын тұрған салмамызды құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Біздің сметаникіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.